Енді осы сабағымызда Canva приложениесі арқылы фотоға немесе видеоларға гүлді әріптерді қалай қою керек екенін көрсететін боламын. Мысалы, фото шақыруға. Создать пустой. Мына жерде загрузки бөліміне барып, өзімнің алдын ала жүктеп қойған суреттерімнің бірін қояйын. Мысалы, мына суретті қояйық. Осылай қойып алдық. Енді осы жерге қыз бен жігіттің бас әріптерін қою үшін элементы дегенге барамыз. Так, буквы. Цветочные буквы деп іздейміз. Графика деп. Мына жерде әріптердің түрі бар. Кез келген, яғни жігіт пен қыздың бас әріптерін осы жерден тауып алуға болады. Мысалы, С. Жігіттің аты Самат болуы мүмкін. Және қыздың атын таңдайық. Мысалы, Аяжан. Енді осыны осы жерге қоямыз. Мына әріптердің түсін өзгерте аламыз. Мысалы, қара түстен көрі енді ақ түс әдемірек көрінеді екен. Осылай қояйық. Енді арасына так, мынаны қояйық. Осылай. Мына осылай қоюға болады. Немесе басқа түске де өзгертуге болады. Көк түске де өзгертуге болады. Мына. Енді өздеріңіздің фантазияларыңызға сәйкес жасайсыздар. Енді видеоға жасауды үйренейік. Так, мобильное видео деген таңдаймыз. Так, загрузкиге барып, өзіміздің суретімізді қоямыз. Мысалы, суретті қояйық. Енді бұл жерге тағы да жаңа букваны қояйық. Цветочные буквы деп іздейміз поисктан. Мысалы, А. Және тағы элементіға барып, С. Осылай іздейік. АС.
бұлардың түсін аққа өзгертейік. Жерде менде S2 болып кетіп, біреуін өшіріп тастайын. Және араларына осындай нені қоямыз. Бұны шрифтпен өзгертіп алуымызға болады. Әдемі қылып. Так, мынадай қылып та өзгертуге болады. Так, немесе былай. Енді бұның түсін. Түсін өзгертейік. Цвет дегенге барып, аққа бояймыз бұнда. Енді осы әріптердің шығуын жасайық. Анимация берейік осы әріптерге. Анимацияға барамыз. Так. Слай, қазір неше түрлісі бар бұл жерде. Оба варианта. Енді мынаған да сондай берейік. Бұған стрелканы былай берейік. Ой. Осылай. Осылай азайтамыз. Бұған да оба варианты. Мынаған. Так. Пойдем деп берейік. Енді міне қараңыздар. Осылай шығады.